Сәлем YouTube көрермендері. Тақырып тайм-код деген не? Жеке талдап түсіндіретін болсақ, тайм ағылшын сөзі. Қазақша мағынасы уақыт дегенді білдіреді. Код бұл да сандардан, таңбалардан тұрады. Көбінесе құпия сандарды код деп жатамыз. Код француз сөзі. Қолданылатын белгілер жиынтығы деген мағынаны білдіреді. ютубтағы тайм-код видеоға арналған уақыт кодтары, уақыт белгісі десек болады. Тайм-код ұзақ уақытты видеоларға қолданылады. Тайм-кодты қолдану арқылы видео эпизодтарға бөлінеді. ютубта біз өзіміз ұнатқан киноларды, әндердің клиптарын, немесе өзіміз іздеген тақырыптағы видеоларды қараймыз. Ұнатқан каналдарымызға жазыламыз. Кейбір каналдардың описаниясын қарағанда уақыт белгілері болады. Сол уақыт белгілері арқылы біз өзімізге қажетті, бізді қызықтырған, немесе ұнатқан кадрларды оңай тауып қарай аламыз. Мен өзім тайм-код қоюды осындай каналдарды көріп үйрендім десем болады. Менде бір видеоға тайм-код жазылған. Соны мысал ретінде көрсетіп өтейін. Видео 2 сағат 25 минут 25 секундтан тұрады. Описаниясына кіреміз. Описаниясы видеоның мазмұнына сай жазылған. Видео ұзақ болғандықтан тайм-кодты пайдаландым. Видеоның басынан соңына дейін уақытпен белгілеп, видеоның мазмұнына сәйкес тақырыптарын қойып шықтым. Төменде белгіленген уақытқа сәйкес эпизодтар пайда болды. Осы эпизодтар арқылы көрермендерде уақытын үнемдей алады. Өздеріне ұнаған жерлерін тез тауып көре алады. Тайм-код көрермендердің уақытын алмау үшін жасалған жағдай деп те айтуға болады. Осындай тайм-код арқылы уақыт ұзақ видеоларда көрермендер қысқа уақыт ішінде басынан соңына дейін немесе өздері ұнатқан эпизодтарды қарап шыға алады. Тайм-кодты қалай қоямыз? Тайм-код жасау жолы өте қарапайым. Творческая студия арқылы каналға кіреміз. Контент бөліміндегі қай видеоға тайм-код қоямыз? Соны таңдап, видео ішіне кіреміз. Описаниясына жазу үшін қаламды басамыз. Тайм-код арқылы видеоңыздың әрбір секундын, минутын бөліктерге бөле аласыз. Әр бөлінген уақытқа тақырып қоямыз. Жалпы тайм-кодты қоятын болсаңыз,
Видеоны монтаждап жатқан кезде приложение ішінде уақыт белгілерін жазып алған дұрыс. Сол кезде оңайырақ болады. Тайм-код 25-30 минуттық видеоға да қоюға болады. Тайм-код уақыты видео 1 сағатқа дейін болатын болса, 0 минут 0 секундтан басталады. Келесі уақыт, қай уақытты белгілегің келеді, сол уақытты жазасың. Егер видео 1 сағаттан асатын болса, тайм-код 00:00:00-ден басталады. Алғашқы 0 сағатты білдіреді, екінші 0 минут, үшінші 0 секундты білдіреді. Осылай видео соңына дейін уақыт белгілерін қойып, тақырыбын жазып шығамыз. Сохранить дегенді басамыз. Жазылған барлық ақпарат сақталды. Енді каналға кіріп, тексеріп шығамыз. Күлкісінің күбірі, сырғасының сыңғыры жүректік баған қыз келіншектер. Жасыны көрмек үшін жас келіп жарма термек үшін деп, ұлы абай ақын жырлағандай, жақсылықты көруге асығайық, оның несін жасырайық. Орнымыздан тұрып, бері қарай шығып, сән салтанат құрып, қазақтың аты салтыменен балапанымызды әлдилеп ақ бесігіне салып, және құдағидың алып келген қоржынын көріп, оң бағасын беру кезіне келдік. Ендеше жақындаңыздар, бері қарай жайғасыңыздар. Адыраспан келіп қалған екен, аластап алайық. Ал қажапа, бисмиллахиррахманиррахим. Ал енді кішкенті қылғанға сәбидің жүргені мен береке келеді деген ырымменен тұштыма жасаймыз. Ал апалар, қос қолдап салайық, қос қолдап алайық. Тұштыма, тұшты. Арқасынан ұл еріп. Бізге әшаулар ұл еріп. Бұлар қазір әшауынан сүйдіріп, кейін күйдіріп бірақ ше. Содан кейін апасының шашын қарайтын, бетін қарайтын қыздар керек. Міне осылай сіздер де видеоларыңызға уақыт белгілерін қоя аласыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тақырыпты қорытындылап өтейін. Тайм-код дегеніміз уақыт белгілері. Эпизодтар дегеніміз бұл видеоның қысқа үзіндісі. Алған білімдеріңізді пайдаланып, видеоларыңызға жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.